Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай восточный пахлава пісіретін боламыз. Бір жасағаннан өте әдемі болып шығады. Осылай сатылымға шығарсаңыздар да болады. Бізге ең алдымен оның үстіне разрыхитель салып, жақсылап араластырамыз. Араласқаннан соң бөлме температурасына сармайды салып, крошка жасаймыз, яғни сармаймен ұнды араластырамыз. Жақсылап осындай араласқаннан кейін бір жұмыртқа, шым-шым тұз және қаймақты салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Егер де қолыңызға жабысып жатса, кішкене ұн салыңыздар. Ол жұмыртқаның пішініне, көлеміне байланысты плюс-минус ұн ойнайды. Осылай дайындағаннан кейін оның салмасына грецкий орехты салып, осылай блендермен езіп аламыз. Езілгеннен соң қантқа араластырып, салмасын дайындайтын боламыз. Блендермен немесе оқтаумен езуге де болады. Осылай екеуін араластырып дайындап қоямыз. Оған шейін біздің қамырымызда шамалы тынып дайын тұрады. Оны 5 бөлікке бөлеміз. 2 бөлігін үлкендеу, қалған 3-еуін шағын қылып бөлсеңіздер болады. Бірінші пергамент қағазын төсеп, сәл ұн сеуіп, ең үлкен қамырымызды жаятын боламыз. Осылай оқтаудың көмегімен 4-1-тілеу етіп жайсаңыздар өте жақсы. Осылай жайып, формасына келтіріп, үстіне форманы қойып өлшеп аламыз, және жетпеген бөлігін қайтадан жаясыздар. Форманы қоямыз, артық бөлігін алып, ішінде жетпеген жерлеріне салуға болады. Осы видеодағыдай істесеңіздер жақсы шығатын болады. Осылай жетпеген жерлерін барлығын бітеп жинап шығатын боламыз. Міне біздің бірінші қамырымыз дайын. Оның үстіне салмамызды саламыз. Мен 3 қасықтан салып шықтым барлығына. Салмамызды салып болғаннан кейін екінші кішкене қамырымызды үстіне саламыз. Бұларды да жаямыз. Мейлінше 4-1-ті формаға келтіріп жаясыздар. Болмаса жетпеген жерлерін енді қолмен созып жеткіземіз. Бұның үстіне бірден салманы саламыз. Өйткені қолмен бұл созылмайды, жыртылып кетеді. Осындай салманы салып, осымен созып, жан-жағына жеткізетін боламыз. Ортасынан бастап жайлап, жиегіне қарай жеткізесіздер. Қалған қамырларды дәл осындай этаппен қайталап шығасыздар. Салмасын салып, қамырды жайып, оның үстіне салманы салып, осылай жеткізіп, 4-1-ті формаға келтіресіздер. Осылай келгеннен кейін соңғысында ең үлкен қамырды осылай саламыз. Бұған енді салманы салмайтын болғаннан кейін сәл ұнның көмегімен осылай жан-жағын жеткізесіздер созып. Дайын болғаннан кейін бір жұмыртқаны алып, толықтай жағып шығамыз. Одан кейін өзіңізге керек бөлікті осылай пышақтың көмегімен сәл сызып қана аласыздар, бөлмейсіздер. Егер бөлсеңіздер, бұл пешке салған кезде жиырылып қалатын болады. Керек форманы 4-1-ті, ромбик, әртүрлі өзіңіздің қалауыңызша осылай сызып қана аласыздар. Содан соң әрлеу үшін бөлінбеген жаңғақтарды қоюға болады. Енді ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Мен осылай қойып шықтым. Одан кейін қызып тұрған пеште міндетті түрде қызып тұруы керек. Салып 10 минутқа пісіріп аламыз. 10 минуттың ішінде осылай сәл сарғаяды. Содан кейін барып осылай бөліктерімізді пышақпен бөлеміз. Және еріп тұрған сармайды үстіне құятын боламыз. Әрбір бөліктің ортасына, жиегіне, барлығына толықтай жеткізіп құйып, қалған бөлігін осындай жағып шығасыздар. Бізде пісті 35 минуттай. Піскеннен кейін су, қант, миотты салып, осылай араластырасыздар. Бұл бізде сироп. Су мен қантты газда ысытып, одан кейін балды араластырып, осылай құйып шықтым. Бұны да әрбір бөлігіне жеткізіп құясыздар. Және қалған бөлігін бетіне осындай жылтырау үшін жағып жіберсеңіздер, тіпті әдемі болып шығады. Біздің баклавамыз 3-4 сағаттай тұруы керек. Суып, сироп сіңіп, жұмсақ, керемет, дәмді баклавалар дайын болады. Продажаға шығаратын болсаңыздар да өте керемет. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығы толық піскен, қатпарларының өзі әдемі болып шыққан. Осындай контейнерге салып, логотипті жабыстырып, сатылымға жіберуге болады. Қалған бөліктермен шай ішіңіздер,
сіздер де жасап көріңіздер, ұнаса лайк басыңыздар. Біздің керемет пахлаваларымыз осымен дайын. Жасалу жолы оңай, заттарының барлығы қолжетімді.